Аңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді бауырсақ дайындаймыз. Жылы керек, бір жұмыртқа керек, қаймақ, майонез, ашытқы керек. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ең алдымен біздің осында немізге 2 стақан жылы суды құямыз ыдысымызға. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 1 чайный ложка көлемінде тұз саламыз. Видеода көргендеріңіздей осылай жақсылап араластыруымыз керек міндетті түрде. Неге енді біз 1 чайный ложка тұзымызды саламыз. Одан соң қайтадан жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп асықпай әдемілеп араластыруымыз керек. Одан соң қаймақты саламыз. Қаймақты 1 қасық көлемінде саламыз. Ол бауырсақтың дәмді болып шығуына өз көмегін тигізеді. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 қасық майонез саламыз. Ол өзінің көтерілуіне сондай көмегін тигізеді. Бірақ қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бірақ екеуінің біреуін таңдап салу керек. Сол кезде дәмді болып шығады. Енді 1 қасық ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Және де оған өз көз мөлшерлеріңізбен ұн саласыздар. Жұмсақ етіп илеу үшін июін әбден қандырып илеу керек. Видеода көрсетілгендей етіп ұн салып аламыз. Жақсылап осылай видеода көрсетілгендей етіп араластырып тұрып қамыр илейміз. Әрине барлығын жақсылап илеу керек, июін міндетті түрде қандыру керек. Неге біздікі дайын, енді бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Енді жылы жерде ұстағаннан кейін 1 сағат өткеннен кейін көтеріліп шығады, қайта бір қайтарып қойып жасайсыздар. Сол кезде біздің қамырымыз күшті болып, пушисті болып шығады. Сол үшін қайтадан бір қайтарып илеп қоясыздар да, қайтадан бетін жауып қоясыздар. Одан кейін біраз уақыт күтесіздер, примерно 20-30 минут көлемінде күтсеңіздер болады. Мен осылай киіммен орап қойдым негізінен бетін, өйткені ол жылы болып тұрады сол кезде. Неге енді осыны аламыз, және де қасымызға сұйық майды қойып аламыз, қолымызды жақсылап маймен майлап аламыз да, осыны жаямыз. Одан кейін осындай кішкене пиалайды қолданамыз да, осындай дөңгелек пішіндер жасайсыздар. Сіздер қаласаңыздар 4 бұрыш пішіндерді пісірсеңіздер де болады. Мен әдемі болу үшін дөңгелек пішіндер етіп пісірдім. Неге барлығында осылай дөңгелек пішіндер жасап аламыз. Енді осы істеп алған қамырымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Неге менде 4 шықты біреуінен. Қызып тұрған майда осылай пісіріп аламыз. Жан-жағын аударып отырып пісіресіздер. Бауырсақ дайын, аз болсын. Тіркелуді ұмытпаңыз.